жалпы әйел болу қиын емес. Әйел болып қалу, әйелдік іштегі нәзіктікті сақтап қалу қиын деп ойлаймын. Декретте отқан кезде сені поддержка жасау керек, қамтамасыз ету керек, комплиментін де айту керек, сен үйде қопырап отырсаң да. Әрбір жан, әрбір әйел негізі өте сұлу, өте нәзік, жүрегі нәзік әйел болып табылады. Арасында жаңа бөлек кеткен кездеріміз де болды. Содан мен айттым, стоп дедім, стоп. Бір не қоя ма сізге, бір ереже, принцип? Жоқ, ондай қоймайды. Ондай емес. Ондай қойматса айтам, онда сондай керегін ал деп. Қазірден бастап дұрыстап тәрбиелеңіз, ертең қандай бала, ұл қыз өсіресіз деп жүрген айтам. Сіз өзіңіздікін тәрбиелей беріңіз. Менің баламды, қызымды сіз алмайсыз ғой деймін да енді. Екеуміз деп құтырып аламыз да, бірге жылай да аламыз, бірге күле де аламыз, бірге любой затта поддержка бере аламыз. Үлкен бір жүрегіңізде орындалмаған арманыңыз бар ма? Ол бар, ол орындалмайтын да шығар деп ойлаймын деп па. Неге өткендіңіз? Енді басқа арманның бәрі орындалды ғой, Аллаға шүкір. Бәрі орындалды. Бір арманым енді тұрған кезде көзіме жас келеді ғой. Мен де осылай тұруым керек еді ғой деп та. Бірақ мен білемін, что оның болмайтынын. Біздің парақшамызға жазылып, астына пікіріңізді қалдырып, Камила ханым туралы пікіріңізді қалдырып кетсеңіздер де болады. Міндетті түрде бізбен бірге болыңыздар. Үлкен рахмет.